емес. Қандай өнеріңіз бар? Өнерді сендер көрсетесіңдер. Сіз подарка. Снегурочка ничего екен, а? Снегурочка қара тордан екен. Ассалаумағалейкум. Мына жерде дүбірлі той болып жатыр екен. Сырттан естіп жатырмын, Аралбай деген дөңей туған күн жасап жатыр екен. Елі бес қырдан асатын Арекеңнің туған күніне біз ат терлетіп келіп қалдық. Аттарың қаны? Қызымын. Атымыз бұғы терлетіп келдік. Бұғы есін алдында Алиш жемшақ болды. Ал, не деймін? Қарасам үбірлі шүбірлі өскен, өнген. Өй, мынау кім? Мынаның түрісі. Мен сенің әкең танитын. Файзулла деген кісінің баласына ұқсатып жатырмыз енді. Түріңе қарасам бірдеңе бүлдіріп қойған. Тыныш жүрей, тыныш жүр. Сендерге байланысты. Қайындарыма байланысты. Ал, жалпы не айтып отырмын? Ал, енді атамыз бұл жерде өте үлкен отырыс болып жатыр екен, қызықты. Енді бүйтейік, бұл жерде әрқайсысы өз өнерлерін көрсетсе, сыйлығымызды берейік. Қазірін ескертіп қояйық. Иә, жаңа коридорда Снегурочка миым жеді. Қарсам, қақпақ сұрамасы. Подарка бермедік. Подаркамыз и так саналды. Өлең ақша жоқ, дым жоқ деді. Соған енді мен білесіңдер, Лапландиядан келдік через Шардара. Енді менің міндетім тақпақ сұрау. Өнерлерін көрсетсеңдер, подарка аласыздар айналайындар. Өнері жоққа дым жоқ. Дұрыс па қызым? Өте дұрыс. Қызым да өзім ұсағым кейс. Екеуміз бірімізге ұсағымыз атамыз. Сен шешеңе тартқансың. Ал. Енді бұл кісілер тез өнерімізді көрсетсек деп жаңа шыдамсызданып тұр, сол үшін бастайық енді. Аяқта да бір каминг шақырып. Бізге де кіріп кетіңдерші. Иә, мына үлкен кісілерге енді қинамай қойсалар. Сыйлығымыз бірақ жаңа жылдық тілектеріңізді айтып. Мына отырған әже осы әулеттің ең үлкені сияқты. Ақ самайлы, ақ шашты, түріңізден айналайын. Мынаның бәрі осы әулеттің сізден жаңағыдай атыңыздан еріп келе жатқан. Осы жерде жиналып жатқаныңыздың бәрі осы Арекеңнің кесірлік арқасы. Енді апа, әпше, Аяз атаға айтатын неңіз бар кәні? Қандай алидаңыз бар? Сізді мен сыртыңыздан ақын деп естіп жатырмын. Үйде жатқанда, іш пысқанда өлең жазады дейді. Еске түскен бір жырлар. Бір тізе шыққан өлең болса? Өлең болса көрейік. Кәні. Әлі демейді қазақ жоқ. Қарғыз подарка дайын ба? Дайын. Бастаңыз. Ұстауыңыз кәні. Мына бауырларыма, мына Аяз атаға бардығын айтатыным. Ұйпа-ұйпа ендеше ұйпа-ұйпа, аяғыма кигенім киіз құйма. Көп ішінде ескеріп осынша қадір деген бауырларым бұларыңа спасибо. Рахмет. Қазақша, орысша араластырса. Жақсы тілек айтып. Қарғыз ішіп алған ұйпа? Әлбелерін соны шақырап қойған. Біраз отырыстан шығып қойған. Папуни бәрін ұмытып жатыр. Ал енді кезекте екінші сыйлығымыз. Ендігі енді Ареке өз-өзіне тілек айтпайтын шығар. Так.
Айымкүл атыңыз кім? Түріңіз Айымкүл сияқты. Ал таппақ айтасыз ба? Билейсіз. Жұмбақ жазырасыз ба? Біреуді боқтайсыз ба өзіңіз? Бірден айтсаңыз болды. Рахмет, мынау Аяз ата мен Қарғыз бүгін туылған күнімізге ортақтасып келіп отыр екенсіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Зорға шақырды ғой біздер. Уақытымыз аз деп қойсай. Бұлай тамақ. Бұлай тамақ. Бұлай тамаққа да бара беретін болады. Корпоративті ғой. Мына жаңа жыл бәрімізге құтты бола берсін. Не айтамыз? Не дейді? Балалардың өлеңі бар еді. Аяз ата келіпті. Мынау жамалақтың өлеңі ғой. Шоколад, оны бізге беріп Мына кісі кітапханасы болмаған ба, я? Әңгімелері бай да, көп. Я естігеміз бұл кісі. Абайдың қара сөзін Біз ол мектепте кітапханада істеген дейді, бірақ кітапханада істеген ұқсамайды, айтқан таппағына қарасақ. Мына кісі, әндеді да осы кісі. бұл кісіні мен естігем, ән айтады дейді. Әсіресе Төлеген Айбергеновтың өлеңдерін жібереді дейді. Хоббиі жастарды қосу. Жастарды қосу. Ал енді Төлеген Айбергеновтың бір тойым болары сөзсізбен деген оқып берсеңіз. Ұйықтап атсаң айтып беремін. Ұйықтап атқанда ояқ айтып бересің. Жаңа жылдарың құтты болсын тегіс Құда қаласа. Жаңа жылда 2026 жыл бәріңе орындалмай қалған арман мақсаттарыңа жете беріңдер Құда қаласа. Елдерің сау болсын, отырған орындарымыз жоғалмасын. Мейлі Аяз атаға айтып берейін. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күні екенін айта алмаймын. Бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тасталар ұрам сондай, қайталмайды қартыңда бір ән салмай. 25-тің бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге қыз күнін сағындыртам. Сәбилерге ағаны үлгі етемін, жеңгелердің толтырам гүлге тегін. Менің жарым сол күні кірпігілмей, ақ көңілмен ақ қайың бүршігіндей. Мен өзімде ән салам түн ауғанша, менің жаным бұл күнде құмарғанша. Бәйге берем жығылған палуанға да, әділдігі сезіліп тұрар болса. Қыз қуатын жігітке ат беремін, жанам деген жүрекке от беремін. Мен әйтеуір бар жиған тергенімді, бір тамаша той қылып өткеремін. Біздің үйді сол күні бет қалқауым, нысанаға қуаныш тарқамауын тілеймін мен сол күні жылап тұрып қазанымда бір асым ет қалмауын. Сөйтіп мен баршаңнан бір сілкінемін, сөйтіп мен рахаттанып бір күлемін. Кім білсін талай жылғы арманым ет, мәңгілік тарқамауы мүмкін оның. Анау, халифа сізде үйренбеген осылардың бәрін? Тура менің анамнан аумайды екенсіз. Ол кісі де Төлеген Айбергенді оқиды. Төлеген Айберген бір аунап тұрған шығар, қабірінде айналып. Мына жақта қарасам өңшең сұлу қыздар жиналып қатып бірі-бірінен өткен. Ал енді сіз таппақ айтасыз ба? Негізі Аязда енді қасында да киімі кипеттер бұл кісі. Бұл кісі өзінің әлі кешіп қалды. Ал сізден бір өнер енді. Аяз атам сыйлаған қай заман шағымыздағы өлеңімізді айтайық. Жаңалықтарымыз құтты болсын бәрімізге. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ой, керемет, мына әкесі. Не айттым Аксым? Бұл жақта амандасам деп естімей қалдым. Подаркасын бердің ба, Қарғыз? Қарғызым сәл кестеуін. Жүріп жатсың ба? Смело жүре бер.
Так, жаңғапшы деп жатырсыз сыртыңыздан елдіңіз. Сіз не айтасыз? Тақпақ айтам менде. Немене бәрін таппақ айтады? Дұрыстап дайындап келесің. Ареген күнде туылған ма? Болды. Сіз сәлем тастайсыз ба? Болды, дайындап тұр. Жоқ, ол кісі ужасный айтып Мынау құда қаласа кіріп келейін деп жатқан жаңа жылымыз құтты болсын, әр шаңыраққа той, шаттық, бақыт тілеймін. Ал Аяз атаға арнап қатар шумақ өлеңді айтып берейін. Бәрімізді біледі, бізге қарап күледі, бір қолында ысқыры, бір қолында күрегі. Енді басталды. Енді билеп отыр. Одан кейінгі Так. Санта тастайды деген. Бұл кісіні мен жаңағы есепке жақсы дейді, бухгалтер дейді ол кісі. Баяғыда апам айтатын еді ғой, әпше Аралбайды үйде пешкінің алдында туған қыста 6 кило болып туылған, батыр туылды деп сөйтіп тәлем бухгалтер болып кетті ғой батырымыз. Сол сияқты бұл әпшем де бухгалтер екен. Жасарып кетіпті деп жатыр адамдар. Қазір блогер. Сыртыңыздан жұрттар мақтаушы еді, мақтайтындай бар екенсіз. Айта беріңіз. Абай Құнанбаевтың «Қыс» деген көршіман оқыдым. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соғым танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Ой, молодец. Екі адам бір тақпақ айтуға болмайды. Абайдың ниесі көп, тақпағы көп, қара сөзі көп. Біреуін жаттап келсең өлесің. Тұрданай, әжем қойған лақабатың, бұл аттыңда көрерсің шарапатың. Нұрмахансыз жалғыз кепсің осы тойға. Еді. Жалғыз жүрсең, көп жерде шатасасың. Алдап солдап ертіп келмедің бе, алдасаң біраз жерге апарасың. Еркелеп, назданып жүрген жоқ па, бізден көрген баяғы жарақатын айтып. Сөйтіп келмей қалған жоқ па? Ал жаңа жылдарыңызбен Менен сұраған емес, бұл айналайын-ау. Қарбабадан сұрайсың. Аяз ата келді, бізге сәлем берді, қалтасында шоколад önümüzde берді. Алло. Я бақшаға біріз керек болады. Мейлі, көңілі қалмасын. Ерде айтты. Алған көңіл шыққан жан дейді. Бер мені. Аяз атаның жездесі болады деген естігесіңдер ме, естімегесіңдер ме? Бәді Аяз атаның жездесі тірідей. Осы көріп қойыңдар. Құдай кейін көрмейсіңдер. Құдай сақтасын, не айтып кеттіңіз? Асылдың сынығы соңғы тұяқ деді. Асылдың сынығы бұрынғы қариялардың көзін көрген, қолына су құйған, шай ішкен бірге, шай ішкен. Күрескен деп айтты. Күрескен. Кім біліп барады, арт жағынан ерегіскен дей заман біз. Сол айтты. Ал Қадекеңнен бір өнер. Біз мақсат екеуміз әлі келген жоқпыз ау. Ал, мынау. Еркектерге не қадап береміз айтпақшы? Менде ма? Ата қаласы. Махамбет Өтемісұлының айтқан бар еді. Батыр, қазақтың батыры. Сәулеттен шығыш. Мен ағында жүргенде егер жүрген ел едің, Исатайдың бағында екі тарлан бөредің. Иә, демекші. Жаман қол алсайдың ба? Осылап кетті ғой. Точно, кім едің? Айтты, точно кімсің? Қазір айтамын. Адарың осындай. Мынау келе жатқан Ақыр намаз оқымайсың, ол жақсы. жаңа жыл, жылқы жылына құтты болсын бәріңізге.
мен қазір мақсат екеуміз көрсетеміз табыр. Би көрсетесіңдер. Билеріміз. Қапшағыз рахмет. Қапшағыз рахмет. Ал келесі менің туған тәтем Сәулет ағам келді. Кеш жақсылы. Сәулет тәтем Туған күнге келдік па деген жаңа жыл кіріп кеттік. Ал барлық ұлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Мынау қуаныштың арқасында қуанышқа жалғасып жатқан жағдайы бар. Енді не туралы тақпақ білмеймін енді. Інілерді ақылменен тағаладың, еңбегіңді жеріңменен бағаладың. Жабыққанда жанымыздан табылатын, жасай берші ағаларың. Рахмет. Ой, мына Мақсат аға менің лақап аты айтпай ақ қояйын. Өлетін жағдай жоқ. Менің әдемі көңілді отырыс болғаным. Құдағаласам да. Жаңа жыл ауылымызда жаңа жақсылықтарына қуаныштырған берекеттеріне келе берсін. Аман болайық. Бала кезіміз аяқтық жаңағыдай. Аппақ жапалақтап, қажабада тынбастан, қалың орман нұр қар жамылған, маужырай түнбаспан. Асқасы болмайды, жайыра. Кел билейік, кел жүрейік, кірпа. Жүрейік дейді, сіз жүріп шығып. Тәте, Ким Чен Ынға ұқсай ма? Так, do you speak English? На английском что-нибудь скажите. Happy New Year, everyone. So let me sing a little Speak song. louder. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Ой, баракен. Thank you very much. Өткенде Міне. Ұстап әкелдім. анау Дональд Трамп айтыпты ғой Англия короліне. Сіз ағылшын тілінде жақсы сөйлейді екенсіз. Сол сияқты жақсы айтады екенсіз. Рахмет. Қарап айта берейін, Айтсаң болды. Жасыл желек жамылған, асыл моншақ тағылған. Міне сұлу шыршамыз көптен күтіп сағынған. Өзі айтпақшы. Ай, тағы кім қалды? Ай, мен жоқ. Мен мобилограф. Сізден Ау.